Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, көрермендерім. Easy Reading in English. Ағылшын тілінде мәтінмен жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Естеріңізде болса, өткен сабақта біз бір мәтінмен танысқанбыз, оны мен оқып шықтым. Сосын сізбен біз бірігіп, жаңағы оқылуы қинау, дыбысталуы қинау деген дыбыстары бар сөздерді қайталап шықтық. Бүгін қазір біз бұл мәтіндегі жаңа сөздермен танысамыз және мәтінді аударамыз. Сонымен мәтінді мен бір рет оқып шығайын, сіздердің естеріңізде қалу үшін. Faye went into the bathroom. She turned on the cold water. She turned on the hot water. Warm water came out of the faucet. She put her hands under the warm water. She rubbed her hands together. She picked up a bar of white soap. She rubbed the soap with her hands. She put the soap back. She washed her hands for half a minute. Then she rinsed her hands with the water. She turned off the hot water. She turned off the cold water. She dried her hands with a towel. Енді жаңа сөздерге мән берейік. Бірінші жаңа сөз to go into. To go into бұл естің бастапқы түрі бару, келу дегендегі. Ал бізде мәтінде went into деп тұр, өйткені өткен шақта тұр, go дегеніміз дұрыс емес етістік, соның went деген таблицадағы екінші түрін алды. Оны сезіп отырған шығарсыз, е? Сонымен go into кіру, келесі turn on, turn off өткен сабақтарда алғанбыз, қосу, өшіру деп аударылады. Бірақ мұнда біздің бүгінгі өтетін мәтінімізде суды ағызды, жапты деп аударылады. Келесі to come out, шығу, ағу, шығу. Біздің бүгінгі тек мәтінімізде судың ағуы туралы айтады. To come out, есімізге сақтаймыз. Faucet, кран. Өзіміздің жаңағы ас үйіміздегі, жуынатын бөлмеміздегі смеситель деп айтамыз, өзіміздің қарапайым тілде. Кран, смеситель. Келесі to pick up. To pick up текстте алу деп аударылады. Алу деген мағынасы бар. Сабынды алды дейді, мысалы үшін. To pick up-тың тағы бір мағынасы машинасымен біреуді келіп алып кету. Заезжать за кем-то деген сөз. Мысалы үшін I'll pick you up at 7 p.m. and we will go to the movie. Мен сені сағат 7-де келіп алып кетемін, сосын біз киноға барамыз деген сөз. Pick up-тың мағынасын еске сақтаймыз. Келесі to pick up the phone. To pick up the phone. Телефонның тұтқасын көтеру. Телефонның тұтқасын көтеру. Келесі сөзіміз a bar of soap. A bar of soap. Бір кесек сабын. Кусок мыла деп аударылады орысша. Немесе қатты сабын. Немесе біз оны күнделікті түрде, мысалы үшін, ол қолымен бір кесек сабынды алды демейміз ғой, ол сабынды алды дей саламыз. Сабынды алды десе, яғни оның сұйық сабын емес, қатты сабын екені белгілі. Қазақ тілінің нормасы бойынша. To rub, ысқылау, үйкелеу. Келесі with орыс тілінде ыс деп аударылатын предлог. Біраз мән беріңіздер бұл предлогқа. Қазақ тілінде мен, бен деген жалғаулары арқылы аударылады, кейде аударылмауы да мүмкін. Мысалы, she came to my house with her brother. She came to my house with her brother. Ол менің үйіме інісімен бірге келді. Інісін ертіп келді. Немесе, Come with me, I'll show you the right way. Менімен бірге жүр, мен саған дұрыс жолды көрсетемін. Come with me. Текстте, біздің бүгінгі өтетін текстімізде, мәтінімізде with аударылмайтын жағдай бар. Мысалы үшін, she rubbed the soap with her hands. Ол қолын сабындады дейміз. Ол сабынды қолымен үйкеледі, қолына жақты демейміз ғой. Біздің қазақ тіліміздің нормасы бойынша ол қолын сабындады. Ал ағылшынша she rubbed the soap with her hands деп беріліп тұр бұл текстте. Келесі, текстте with предлогы with мен болып аударылады. Мысалы үшін, she rinsed her hands with the water. With the water деген жерде ол қолын сумен шайды дейміз. Бұл сөйлемде сумен шайды деп аударып тұр. Осындай жағдайлар болып тұрады with деген предлогпен. Келесі жаңа сөзіміз to put back. To put back. Бір затты орнына қою. To wash. Жуу. To rinse, шаю. Осындай жаңа сөздер бар. Естеріңізге сақтап алыңыздар.
сіздің сөздік қорыңыздың байуына көмегін тигізеді. Сонымен сөйлемдерімізді оқып отырып аударайық. Келесі. Faye went into the bathroom. Faye қыздың аты, өйткені біздің мәтініміздің аты washing her hands. Қолын жуу деп аталады. Her деп тұр, яғни қыз бала қолын жуады деген сөз. Faye went into the bathroom. Faye жуынатын бөлмеге кірді. Went өткен шақ. Келесі. She turned on the cold water. Ол суық суды ағызды. Суық суды қосты деп айтпаймыз ғой, суық суды ағызды дейміз. She turned on the hot water. Ол ыстық суды ағызды. Ағылшын тілінде сөйлемдердің тұратын тәртібін сіздер білесіздер. Бірінші орында міндетті түрде адам тұрады, зат есім, іс-әрекетті орындайтын адам. Одан кейін негізгі сол іс-әрекет тұрады, етістік орындалған. Одан кейін сөйлемнің түрлі ауысым мүшелері пысықтауыш, анықтауыштар тұрады. She turned on the hot water. Келесі. Warm water came out of the faucet. Сөзбе-сөз аударсақ, жылы су ақты краннан. Бірақ біз олай сөйлемейміз, краннан жылы су ақты. Faucet жаңағы кран. She put her hands under the warm water. Ол қолын жылы судың астына қойды. Under, put, астында деген предлогты біз өткенбіз. She rubbed her hands together. She rubbed her hands together. Ол қолдарын ысқылады. Қолдарын ысқылап жуды деп те аударуға болады. She picked up a bar of white soap. Енді бұл сөзді тура осы тұрған мағынасында аударсақ, ол қазақ тілінде келіспейді. Осы сөздің бәрін әдемілеп қазақ тіліне аударасыз, бірақ ол қазақ тілінің нормаларына сай келмейді. Қараңыз. Ол алды бір кесек ақ сабын. Біз олай айтпаймыз ғой. Біз қалай айтамыз? Ол ақ сабынды алды. Солай айтамыз. She rubbed the soap with her hands. Бұл сөйлемді де дәл осы тұрған қалпында аударсақ, ол қазақ тілінің нормасына сәйкес келмейді. Қараңыз. Ол ысқылады сабынды қолдарымен. Болмайды қой. Қалай? Ол қолын сабындады дейміз. Қолына сабын езді деп айтуға болады. Сабындады деген дұрысырақ. She put the soap back. Ол сабынды орнына қойды. Ападен болып аударып тұр. She put the soap back. Кешіріңіздер. She washed her hands for half a minute. Ол қолдарын жарты минут жуды. Ол қолдарын дейміз, ағылшын тілінде wash, she деген бар, ол. Washed жуды, her hands деген бар. Қазақ тілінде ол өз қолдарын деп айтпаймыз. Ол қолдарын, қазақ тілінің нормасы бойынша ол қолдарын жуды, ол қолын жуды даже тіпті. Қолдарын деп айтпаймыз, ол қолын жуды дейміз. Ол өз қолын жуды, ол өз басын бұрды деген бізде қазақ тілінде жоқ. Ол басын бұрды, ол қолын жуды. Бірақ ағылшын тілінде her дегендер керек. Біз оған кейінірек тоқталамыз. Келесі. She rinsed her hands with the water. She rinsed her hands with the water. Ол қолын сумен шайды. Жаңағы with the water сумен, мен деп аударылып тұр. She turned off the hot water. Turned off the hot water. Ол ыстық суды жапты, тоқтатты, яғни. She turned off the cold water. Ол суық суды жапты, тоқтатты. She dried her hands with the towel. Ол қолдарын сүлгімен құрғатты. Сүлгімен, орамалмен сүртті деген сөз. Сонымен бүгінгі мәтінмен жұмысымыз осымен аяқталды. Мәтінмен жұмыс сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнады ма, ұнамады ма, қалай жетілдіруге болады, қалай жақсартуға болады, ондай туралы конструктивті пікірлеріңіз болса маған жазыңыздар. Сіздердің ақылдарыңызды мен орындауға тырысамын. Видеоның сапасы нашар дедіңіздер, сондықтан да мен қасыма Жігер, Елдар деген екі көмекшімді алып, сіздердің тілектеріңіз бойынша сапалы видеолар жарып жатырмын. Сіздердің сұрақтарыңызды жаңағы қалдырмауға, оларға жауап беруге тырысып отырамын. Сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар.